Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Жақындар бақытты, өйткені олар жерді мұра етеді. Шындықты аңсағандар мен шөлдегендер бақытты, өйткені. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они... Олар қанағаттанады, мейірімділер бақытты, өйткені оларға рахым жасалады. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Музыка жүрегі таза жандар бақытты, өйткені олар Құдайды көреді. Ибо они Бога узрят. Музыка бітімгершілік жасаушылар бақытты, өйткені олар Құдайдың бағасы деп аталады. Ибо они будут наречены сынами Божиими. Әділдік үшін қуылғандар бақытты, өйткені олардың патшалығы көктегі. Сіздерді қорлағанда сіздер бақыттысыз, және блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Қуғындап және мен үшін әр түрлі әділетсіздікпен жамандағанда қуаныңдар және шаттаныңдар, өйткені сендердің сыйлықтарың зор. Ибо велика ваша награда. Көкте сендерден бұрын болған пайғамбарларды да осылай қудалады, сендер жердің тұзсыңдар. Бывших прежде вас. Вы соль земли. Ал егер тұз күшін жоғалтса, оны қалай тұздетесің? Ол енді ештеңеге жарамайды. Сделаешь ее соленую. Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить? Оны адамдардың аяқ астына тастау үшін лақтырып жіберуге болады. Сендер дүниеге жарықсыңдар, төбеде тұрған қала жасырына алмайды. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Таулар мен шамды жағып, оны ыдыстың астына емес, шамға қояды және бәріне жарық береді. Ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Үйдің ішінде сендердің жарықтарың адамдардың алдында жарқырасын. Олар сендердің игі істеріңді көріп және чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли. Әкеңді аспандағы музыка мадақтасын. Мен заңды бұзуға келдім деп ойламаңдар. Не думайте, что я пришел нарушить закон или Немесе пайғамбарларды бұзуға келген жоқпын. Мен орындауға келдім. Сіздерге шынын айтамын. Но исполнить. Ибо истинно говорю вам. Көк пен жер келмейінше бірде-бір ұяты, немесе бірде-бір сызық заңнан келмейді. Бәрі орындалғанша. Ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Сонымен осы кішігірім өсиеттердің бірін кім бұзса және адамдарды солай үйретсе, ол көктегі патшалықта ең кіші болып аталады. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Ал кім жаратса және үйретсе, сол көктегі патшалықта ұлы болып аталады. Тот великим наречется в Царстве Небесном. Сіздерге айтамын, егер сіздердің әділдіктеріңіз кітапшылар мен фарисейлердің әділдігінен асып түспесе, онда сіздер патшалыққа кіре алмайсыздар. Көктегі сіздер ескілерге не айтылғанын естідіңдер. Өлтірме, кім өлтірсе, сотқа тартылады. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Ал мен сіздерге айтамын, кім бауырына бекер ашуланса, сотқа тартылады. Ал кім бауырына рака десе, синедрионға тартылады. Ал кім ақымақ десе, гиеннаға тартылады. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Отты музыка және егер сен өз сыйыңды әкелсең. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, құрбандық үстеліне және сол жерде есіңе түсірсең, бауырыңның саған қарсы бірдеңесі бар екенін, сол жерде сыйыңды құрбандық үстелінің алдында қалдырды. Алдымен бауырыңмен татулас. Содан кейін келде өз сыйыңды әкел. Қарсыласыңмен тезірек татулас, әлі де онымен жолдасың. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути. Сондықтан қарсылас сені сотқа бермеу үшін, ал судья сені қызметшіге беріп, сені зынданға тастамау үшін. А судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Саған ақиқатын айтамын, сен ол жерден соңғы тиынды төлемейінше шықпайсың. Сендер ескілерге айтылғанын естідіңдер, неке адалдығын бұзба. Соңғы кадрантқа дейін. Сіздерге ескілерге айтылғанын естідіңдер, зина жасама. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.
Ал сендерге айтамын, кім әйелге құмарлықпен қараса, жүрегінде онымен неке адалдығын бұзған болып есептеледі. Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Егер оң көзің сені азғырса, оны ойып алып, лақтырып таста. Бүкіл тәнің тозаққа тасталғаннан гөрі, мүшелерінің бірінің жойылғаны саған жақсырақ. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов. Егер оң қолың сені азғырса, оны шауып таста да, лақтырып жібер. Бүкіл тәнің тозаққа тасталғаннан гөрі, мүшелерінің бірінің жойылғаны саған жақсырақ. Если правая твоя рука соблазняет тебя, оны кесіп тастап, лақтырып жібер. Өйткені бүкіл денең тозаққа тасталғаннан гөрі, тәніңнің бір мүшесінен айырылғаның саған жақсырақ. Сондай-ақ кім әйелімен ажырасса, оған ажырасу куәлігін беруі тиіс делінген. Ал мен сендерге айтамын, кім зинадан басқа себеппен әйелімен ажырасса, оны неке адалдығын бұзуға итермелейді. Ал кім ажырасқан әйелге үйленсе, если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Ал мен сендерге айтамын, кім зинадан басқа себеппен әйелімен ажырасса, оны неке адалдығын бұзуға итермелейді. Ал кім тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на ажырасқанға үйленген әркім зина жасайды. Ежелгі заманда не айтылғанын естідіңдер ме? Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай. Ант берме, бірақ еміздің алдында анттарыңды орындаңдар. Ал мен сендерге мүлдем ант бермеңдер десем де болмайды. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом. Өйткені ол Құдайдың тағы, жермен де ант бермеңдер. Өйткені ол оның аяғының асты, Иерусалиммен де, өйткені ол ұлы қала. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Патшаның басыңмен де ант берме, өйткені бір тал шашты ағарта да алмайсың. Клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Немесе қарада емес, бірақ сенің сөзің иә жоқ болсын, ал бұдан артық болса, онда зұлымнан. Да? Нет. А что сверх этого, то от лукавого. Сендерге көз үшін көз және түс үшін дыбыс айтылғанын естідіңдер. Ал мен сендерге айтамын. Зуб за зуб. А я говорю вам, Жамандыққа қарсы емес, бірақ кім сенің оң жағыңа ұрса, оған екінші жағыңды да бұр. правую щеку твою, обрати к нему и другую. И Кім кто сенімен захочет соттасып свою көйлегіңді сестру алғысы келсе, оған сыртқы и взять киіміңді де у бер. тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И Кім кто сені бір придет шақырым к тебе жүруге и мәжбүрлесе, всем онымен поклонится, 2 шақырым жүр. Сенен сұрағанға бер және қарызға кетіп бара жатқаннан. просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя. Сенен теріс айналма, музыка сендер естігенсіңдер, жақыныңды сүй деп айтылған. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего. Өзіңдікін және жауыңды жек көр. Ал мен сендерге айтамын, жауларыңды сүйіңдер. А я говорю вам, любите врагов ваших. Сені қарғағандарға бата беріңдер, сені жек көргендерге жақсылық жасаңдар және сені ренжіткендер мен қуғындағандар үшін дұға қылыңдар. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будет Себепті әкеңіздің ұлдары боласыздар, өйткені ол өз күніне бұйырады. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми. Жаман мен жақсының үстінен шығуға, және әділ мен әділетсіздің үстіне жаңбыр жаудырады. Өйткені егер сіз өзіңізді жақсы көретіндерді жақсы көрсеңіз, Ибо если вы будете любить любящих вас, сізге қандай сияқы бар, салықшылар да солай істемей ме? Егер сіз тек өз бауырларыңызды ғана қарсы алсаңыз, не? делают и мытари. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно Ерекше істейсіз бе? Мұндай өмірді басқа ұлттар сүреді. Сонымен әкеңіз сияқты кемелді болыңыз. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш. Сенің көктегі музыкаңызды қараңыз. Жасаушы болма. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми. Адамдардың алдындағы қайырымдылық, олар сені көрсін. Әйтпесе сенің көктегі әкеңнен саған сияқы болмайды. Вашего небесного. Ал сен қайыр садақа жасағанда алдыңда кернелетпе. 200-ділер синагогаларда және көшелерде адамдар мақтасын деп істейді. Лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Ақиқатын айтамын сіздерге, олар өз сыйын алды. Говорю вам, они уже получают награду свою. Ал сен қайыр садақа жасағанда, сол қолың оң қолыңның не істеп жатқанын білмесін. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Қайыр садақаң жасырын болсын, сонда жасырынды көруші әкең саған жариялы түрде қайтарады. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Ал сен дұға қылғанда екі жүзділер сияқты болма. Олар синагогаларда және көше бұрыштарында тоқтап дұға қылғанды жақсы көреді. Адамдардың алдында көріну үшін. Ақиқатын айтамын сіздерге, олар өз сыйын алды. Сен дұға оқығанда бөлмеңе кіріп, есігіңді жауып, құпиядағы әкеңе дұға ет, сонда әкең. Жасырынды көруші саған анық жауап береді. Ал дұға оқығанда артық сөйлемеңдер. Басқа халықтар сияқты, өйткені олар көп сөйлегендіктен естілеміз деп ойлайды. Оларға ұқсамаңдар, өйткені әкең сендерге не керегін біледі. Ол сенен сұрауыңнан бұрын сенің не нәрсеге мұқтаж екеніңді біледі. Сондықтан былай деп дұға ет. Көктегі әкеміз, сенің есімің қастерлене берсін, патшалығың келе берсін. Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Сенің еркін көктегідей жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды бүгін бізге бере гөр. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Біздің қарыздарымызды кешіргендей, біз де қарыздарларымызды кешіреміз, және бізді азғыруға жол берме, бірақ бізді құтқар. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Зұлымнан өйткені сенің патшалығың мен күшің, және мәңгілік даңқың бар. И сила, и слава вовеки. Аумин. Егер сіз адамдардың күнәларын кешірсеңіз, онда сіздің әкеңіз де сізді кешіреді. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Көктегі, егер сіз адамдардың күнәларын кешірмесеңіз, онда сіздің әкеңіз де кешірмейді. Сіздің күнәларыңызды. Сондай-ақ ораза ұстаған кезде 200-лер сияқты күңгірт болмаңыз, өйткені олар өздеріне алады. Қараңғы беттер, адамдарға ораза ұстаған болып көріну үшін, ақиқатын айтамын сіздерге, олар қазірдің өзінде алады. Өз сияқыңды, ал сен ораза ұстаған кезде, басыңды майлада жүзіңді жу. Ораза ұстаушы болып адамдардың алдында емес жасырын жердегі әкеңнің алдында көрінуің үшін, жасырынды көруші әкең. Саған жария түрде қайтарады жер бетінде күйі мен тот жейтін және ұрылар. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают. Қазып кіріп ұрлайтын қазына жинамаңдар, бірақ көкте өздеріне қазына жинаңдар, онда күйі де тот та жемейді және ұрылар қазып кірмейді. Ұрламайды да, өйткені сенің қазынан қайда болса, сенің жүрегіңде сонда болады музыка. Там будет и сердце ваше. Дене үшін шам, көз, және егер көзің таза болса, бүкіл денең жарқын болады, егер көзің нашар болса. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то онда сенің бүкіл тәнің қараңғы болады, ал егер сендегі жарық қараңғы болса. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то онда қараңғылық қандай болады, ешкім екі иеге қызмет ете алмайды және. Никто не может служить двум господам. Біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді, немесе біреуіне құлшылық етіп, екіншісін тудырмайды. Құдайға да, мамонға да қызмет ете алмайсың, сондықтан саған айтамын, жаның үшін уайымдамаңдар, не жейсіңдер, және не ішесіңдер денең үшін емес. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Денең үшін не киесіңдер, жан тамақтан артық емес пе? Ал дене киімнен аспандағы құстарға қараңдар, олар сеппейді. И тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Олар орғызбайды, қоймаларға жинамайды, және сенің көктегі әкең оларды асырайды. Сен олардан әлдеқайда жақсы емессіңдер, ме және сендердің қайсыбірің уайымдау арқылы. Да и кто из вас, заботьтесь, өзіңіздің бойыңызды бір шынтаққа арттыра аласыз ба? Және киім туралы неге уайымдайсыз? Дала лала гүлдеріне қараңыз, олар қалай өседі, еңбек етпейді. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Келмейді, бірақ сізге айтамын, Соломонның өзі де барлық даңқында. Что и Соломон во всей славе своей.
Олардың әрқайсысы сияқты киінген жоқ. Егер бүгін бар да ертең пешке лақтырылатын дала шөбін Құдай. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так Осылай киіндірсе, сендерге неге сенбейді? Сондықтан уайымдамаңдар, және бізге не? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть. Жеуге не ішуге, не киюге болар демеңдер. Өйткені мұның бәрін басқа халықтар іздейді. Өйткені көктегі әкең сендердің бұған мұқтаж екендеріңді біледі. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете. Ең алдымен Құдай патшалығы мен оның әділдігін іздеңдер. Сонда бұл нәрселердің бәрі сендерге қосылады. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Сонымен ертеңгі күн туралы уайымдамаңдар. Өйткені ертеңгі күн өзінің қамын ойлайды. Әр күнге өз уайымы жетеді. Заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Соттамаңдар, сотталмаңдар, өйткені қандай сотпен соттасаңдар, сондай сотпен сотталасыңдар. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Және қандай шарамен өлшесеңдер, сендерге де сондай шарамен өлшейді. Неге ағаңның көзіндегі шөпті көресің? И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Ал өз көзіңдегі бөренені сезбейсің бе? Немесе қалай айтасың ағаңа кәне шығарайын? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок. Көзіңнен шөпті ал, міне сенің көзіңге бөрене екі жүзді. Глазе бревно. Лицемер. Алдымен өз көзіңнен бөренені шығар, содан кейін ағаңның көзінен шөпті қалай шығару керектігін көресің. Вынуть сучок из глаза брата твоего. Иттерге киелі нәрселерді бермеңдер. Шошқалардың алдына інжу маржандарыңды шашпаңдар, әйтпесе олар оны аяқтармен таптап. Чтобы они не попрали его ногами своими и обратив. Бұрылып сендерді жарып тастамасын. Сұраңдар, сонда сендерге беріледі. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Қағыңдар, сонда сендерге ашылады. Өйткені әрбір сұраушы алады, іздеуші табады, қағушыға ашылады. Просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Егер араларында ұлынан сұрағанда оған тас беретіндей, және сұрағанда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, балықтың орнына жылан беретіндей адам болса, онда сендер зұлым бола тұра балаларына жақсылық жасауды білесіңдер, әкелерің одан да бетер. Умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный. Сендердің көктегі әкең сенен сұрағандарға жақсылық жасайды. Барлық нәрседе адамдардың сендерге қалай қарағанын қаласаңдар. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так Сендер де оларға солай қараңдар, өйткені бұл заң мен пайғамбарлардың мәнісі. ибо в этом закон и пророки. Тар қақпадан кіріңдер, өйткені кең қақпа және жойылуға апаратын жол кең, және онымен көптеген адамдар жүреді. Пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Өйткені қақпа тар, және өмірге апаратын жол қысқа, және оны аз адам табады. Музыка. И немногие находят их. Қасқыр терісін жамылған, бірақ іштей ашкөз қасқыр болатын жалған пайғамбарлардан сақтаныңдар. В овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Оларды жемістерінен танисыңдар, тікенек бұталарынан жүзім, немесе тікенектерден інжір жинай ма? С терновника виноград или с репейника смоквы. Әрбір жақсы ағаш жақсы жеміс береді, ал жаман ағаш жаман жеміс береді. Приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Жақсы ағаш жаман жеміс бере алмайды, жаман ағаш жақсы жеміс бере алмайды. Не дерево худое приносить плоды добрые. Жақсы жеміс бермейтін әрбір ағаш шабылып, отқа тасталады. Осылайша оларды жемістерінен танисыңдар. Бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их.
Маған ем дейтін әркім бірдей көк патшалығына кіре бермейді. Тек көктегі әкемнің еркін орындаушы ғана кіреді. Царство небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Музыка сол күні маған көп адам ем, біз сенің атыңмен. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Пайғамбарлық етті, және сенің атыңмен жындарды шығармады ма, және сенің атыңмен көптеген кереметтер жасамады ма? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Сонда мен оларға ешқашан сені танымағанымды айтамын, менен аулақ кетіңдер. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня. Заңсыздық жасайтындар, музыка сонымен сөздерімді еститін әркім және. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет. Оларды орындайтын адам үйін тасқа салған ақылды адамға ұқсайды, және жаңбыр жауды, және өзендер тасыды. Построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и Және жел соғып үйге қарай ұмтылды, және ол құламады, өйткені ол тасқа и негізделген. он не упал, потому что основан был на камне. Ал менің бұл сөздерімді естіп орындамайтын әркім үйін салған ақылсыз адамға ұқсайды. Уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Құмда жаңбыр жауып, өзендер тасып, жел соғып, үйге тиіп, ол құлады да. Разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение. Оның құлауы қандай ұлы еді, біздің қымбатты достарымыз, егер Құдай Драгоценные наши друзья, если Бог благословил біздің вас қызметіміз через арқылы наше сізді служение, жарылқаса, вы сізде имеете келесі тыңдайтын басқа адамдарға бата беруге мүмкіндігіңіз бар. будут слушать